Мен аппарат жасап аламыз. Ол үшін жылы сүттің үстіне дрожь, қант, 2 ас қасық ұнды салып, жылы жерге алып қоямыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқа, қалған ұнды салып, әдемі жұмсақ қамыр илеп, көтерілгенше бір шетке алып қоятын боламыз. Көтерілген қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Орташа қалыңдықта жайып алып, осылай домалақпен кесіп шығамыз. Ортасын осылай насадка қолдандым. Орташа отта осылай екі бетін қызартып аламыз. Оттың астына жай қоямыз. Арасы піспей қалуы мүмкін. 100 грамм ақ шоколад, 100 грамм Қазақстанда 2 ас қасық сұйық май құя отыра микроволновкада ерітіп алдым. Міне осылай әр пончигімізді осылай батырып ала беретін боламыз. Бетіне кез келген өзіңіз қалаған осылай посыпкалар, түрлі тәттілерді жабыстыра отыра осылай сәндеп шығуыңызға болады. Ас болсын, баршаңызға жасап көріңіздер.